Ауызды шығып бар. Өте дұрыс. Келесі. Бірге жұмыс істегенде жеңіл болады. Бірге жұмыс істегенде не айтсақ болады? Неміз жеңіл болады? Бірге жұмыс істесек. Ісіміз жеңіл болады. Тағы? Тапсырмамыз жеңіл болады. Жақсы. Досқа айтатын жылы сөзім. Әрқайсымыз жеке-жеке кәмке аябу. Тез бір жылы сөз айтамыз. Бала соң айта ғой. Бүгінгі сабақтан не келесің? Жақсы. Бала соң кімге? Мединаға. Жылдам бала. Жарайсың. Жақсы. Жақсы. Ашын үстіне Абдулла айта ғой. Абдулла бүгінгі сабаққа сәттілік дейді. Абдулла есімдер айта ғой. Сәттілік. Негізде жақсы есімдер түрегелді ғой. Жылдам. Жолым ашық болсын, жақсы. Осы ашық сабақта Жарайсың, өте жақсы. Жақсы. Сен келді маған не ғой? Қандай жол сөз білесің? Жылдам? Мен сызша сөйлем десек болмай ма? Жақсы, жарайсың. Рахмет балалар. Енді балалар, бері қарасақ, бізде қазір қандай ай жүріп жатыр? Қазір қандай? Желтоқсан айы. Желтоқсан айының біз қазіргі дәйек сөзі қандай? Қандай? Жоқ, бірлік және ынтымақ, иә? Бірлік және ынтымақ. Бірлік дегеніміз не балалар? бірлік деген Бірлік жұмыс істеу тағы. Қалай түсінеміз? Тағы. Жалпы балалар, бірлік топтық жұмыс барысында ортақ мақсатқа жету үшін өз үлесін қосып, әрбір қатысушының еңбегін құрметтеу. Яғни топтық жұмыста жанымдегі отырған топ мүшелерінің еңбегін бағалауымыз керек. Келесі, ынтымақ. Бір-біріне қолдау көрсетіп, ойларын еркін бөлісіп, пікірталаста өзара түсіністікпен сыйластық таныту. Түсінікті ғой жалпы балалар, иә? Жақсы. Ал енді осы бірінші аптаның дәйек сөзі қандай? Қандай дәйек сөзі? Бірлігі, күшті, ел. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Енді балалар, қазір мен сіздерді топқа бөлемін. Қазір сіздерді Пеле-Альт платформасы арқылы сіздерді қазір екі топқа бөлемін. Қазір жылдам орындарыңызбен ауысасыздар, жай ма? Мынау бірінші топ болады, мына топ екінші топ болады. Ал енді кет, рандомды бой бір алып жасап бұраймын. Ал бірінші топ Төрехан, Ерасыл, Медина, Балауса, Аяру, Есмендер. Мына жаққа отырамыз. Екінші топ Ермұрат, Ақжүніс, Дархан, Радмен, Артуға, Айзере. Жылдам балалар. Сен бірінші топтасың ба? Есмендер? Иә, бірінші топтасың. Үшеуді төбесін алтау. Алты не? Жақсы. Абдулла сен ана жаққа отырсың. Ермұраттың жайын. Кітаптар келіп бақы, Ермұраттың жайын. Жақсы балалар, топқа бөлініп алдық. Енді балалар әдеттегідей үй тапсырмасын тексеріп шығамыз. Үй тапсырмасын мен күншімен сенемін әдісі арқылы, бір-бірлеріне дәптерді алмасу арқылы үй тапсырмасын тексеріп шығамыз. Балалар, екі топқа бөліп, бүгін сіздерді ұлттық құндылықты дәріптеу мақсатында сіздерді мынадай киізіне бағалаймыз. Балалар, екінші топқа сіздерге көбін берейін, бірінші топқа қызыл берейін. Жылдам бөліп алыңыздар балалар. Балалар, бері қарайықшы. Үй тапсырмасын мен жауабын дұрыс етіп қойдым. Жылдам үй тапсырмасын осы тақтаға қарап тексеріп шығамыз. Сіздерге үй тапсырмасына 2 балл беріледі. Бір-бірлерін дәптерлеріңіз тексеріңіздер. Мен көршіме сенемін әдісі дедім ғой. Бір-бірлеріне дәптерлеріңізді алып тексере қойыңыздар. Сөйтіп балл
балдарыңызды өздеріңіз балдарыңызды қойып отырыңыздар. Тексереді, бір-біріңізден келіп тексереді, жарайды? Жақсы? Жақсы. Екі балға көтеріп отырсыз. Жақсы. Өткен тақырыпта біз қандай тақырыптарды өттік? Рационал сандарды бөлуден бұрын қандай тақырып өттік? Көбейту, иә? Рационал сандарды көбейтудің қанша қасиетін білеміз? Екі қасиеті дұрыс айтасың. Ауыстырымдылық және терімділік. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ауыстырымдылық және терімділік. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал сандарды бөлу. Рационал сандарды бөлу дегеніміз жалпы біздің рационал сандарды бөлу тақырыбында оқу бағдарламасына сәйкес бүгінгі біздің оқу мақсатымыз рационал сандарды бөлуді орындау. Енді әрі қарай мақсатымыз біз нені білуіміз керек бүгінгі сабақта? Бүгінгі сабақта біз рационал сандарды бөлу туралы негізгі ұғымдарды меңгеруіміз қажет. Әрі қарай рационал сандарды бөлу ережелерін түсінуіміз керек және оны есеп барысында қолдана алуымыз керек. Қолдануымыз есептер шығару арқылы практикалық дағдыларды дамытуымыз қажет. Енді біздің бүгінгі сабақтан күтілетін нәтижеміз балалар. Әрбір рационал сандарды бөлуді орындай алуларымыз керек. Күтілетін нәтижеміз бөлудің ережесін қолданып, дұрыс және теріс сандармен амалдарды жүргізе білуіміз керек есеп барысында. Одан кейін бөлудің қасиеттерін қолдана отырып, есептерді шығара алуымыз керек. Түсінікті ме? Бүгінгі біздің тапсырмамыз осы нәтижеге жетуіміз керек. Енді біздің негізгі ережелеріміз балалар. Ең бірінші бүгінгі күнді жазып қояйық балалар. Бүгін бізде қаншасы? 3-ші, 12-ші ай, 25-ші жылға келемізді ашыңыздар. Бүгінгі күнді жазыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз рационал сандарды бөлу. Рационал сандарды бөлу. Жазамыз. Жазамыз. Дәптердің ережесін сақтап отырамыз. Қандай ережесі дәптердің? Сол жақтан қанша төргөз тастаймыз? Бір төргөзден тастап отырамыз. Жақсы. Рационал сандарды бөлу тақырыпты жазыңыздар. Әлемде қатесіз жазамыз тақырыпты. Тақтадан қатесіз көшіреміз балалар. Енді бері қарашы, тақтаға бір қараш берейік. 12-ні 4-ке бөлгенде қанша шығады? 3 шығады. Ал енді минус 12-ні минус 4-ке бөлетін болса 3-ті өзі шығады. Бұл қай ереже бізде? Егер бөлгішіміз теріс сан болатын болса, екінші санымызда теріс сан болатын болса, нәтижесінде бізде қандай сан шығады? Ол сан шығады. Келесі, минус 4,5-ті мынаны да тақтадағы жазып аламыз. Минус 4,5-ті минус 1,5-ге бөлсек, мұнда да екеуінде де теріс сан болғаннан кейін бізде нәтижесінде қандай сан шығады екен? Теріс па, оң ба? Оң сан шығады екен. Енді ағарай, мына жерде минус 3-тен 2, мен оны сіздерге жазып көрсетейінші. Минус 5-тен 4. Бер қарап балалар. Бер қарап. Кәдімгі екеуің екі жағына тұрыңыздар. Екеуің екі жағына. Ал балалар бер қарап. Екінші топтың балалары бер қараймыз, тыңдаймыз. Ең бірінші есепте қанша дейді? Минус 42-ні 3-ке бөліңдер дейді. Жауабында қанша дейді? Минус 14. Дұрыс па балалар? Дұрыс, иә. Екінші 78-ді бөлеміз минус 26-ға. Минус 3. Жақсы. Минус 3,6-ны минус 4-ке бөлеміз. Минус. Бұл жерде екеуінде минус болғаны 4. Жақсы, өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бір-бірлеріңізге 3 ұпайдан беріп отырыңыздар. Өздеріңіз шкалаларды көтеріп отырыңыздар. Енді келесі екінші топ. Беске көтерсін, беске. Беске үш ұпай қосамыз ба? Үш ұпайдан.
Так, екінші топтың есебінде былай дейді. 72-ні минус 3-ке бөлгенде қанша шығады дейді? Минус 24. Дұрыс па екен? 72-ні минус 3-ке бөлеміз. Қанша шығады? Бірінші топ, екінші топ минус 24 депті. Жауап дұрыс па? Жауабы дұрыс, жақсы. Минус 76-ны 19-ға бөлеміз. Минус 4 дейді. Дұрыс па, дұрыс емес? Минус 4. Жақсы. Мен 62 минус 34 демеміз. Келесі бала. Бұны қайтып жасалды. Еш жолы жесек әрқайсыңыз шығып отырасыздар. Бұл тапсырмада сіздер теріс сан мен оң сандарды бөле аласыздар, бөлесіздер, нәтижесін дұрыс есептейсіздер. Осыған сіздерге 2 балдан беріліп отырады. Жарай ма? Дұрыс жауабын шешсеңіздер, сіздерге 2 бал. Жақсы ма? Келесі ғой. Енді келесі. Бірінші Медина бастасын. Сіздердің топтарыңызда 2 қыз екеуіңіз бір жұп боласыздар, сіз екеуіңіз бір жұп, сіз екеуіңіз бір жұп, енді сіздер бірінші топ, мына есептерді орындайсыздар, барлықтарыңыз осы есептерді орындайсыздар. Көрді ма балалар? Енді бұл есептерде тура сондай теріс сан және оң сандарды бөлулеріңіз қажет, нәтижесін дұрыс есептеулеріңіз қажет. Сіздерге ұпай 3 балл беріледі. Дәптерге жазамыз. Жұптық жұмыс, жұптық бірігіп жазыңыздар. Мен өзгеймін қанша боларын, қазір тексереміз. Biz neni үйреніп шықтық бүгінгі сабақта? Нені үйрендік? Анықтауды және есептеуді үйрендік. Таңбаларды анықтау дегеніміз жаңағы егер бізде бөлінгішіміз теріс сан, я болмаса бөлінгішіміз оң сан болатын болса, бөліндіміз қандай сан болатынын, яғни таңбасы қандай шығатынын біз бүгін үйреніп шықтық. Жақсы, енді осы 3 ережені біз не істеуіміз керек? Практикада есеп барысында қолдана алуымыз керек. Енді бүгін үй тапсырмасы бала 513 есеп. 513 есеп бала мен сіздерге бір көрсетіп жіберейін. Егер тапсырма